Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгінгі видеода мен сіздерге түрік қағанаты туралы ақпаратты барынша көп айтуға тырысамын. Ең алдымен маған қолдау білдірген пікірлерге алғысымды айтқым келеді. Ендеше кеттік. Түрік қағанаты қандай ел? Тарихтан жиі ұштасатын Сақ, Үйсін, Қаңлы, Дулат, Оғыз, Қыпшақ бәрі де Сібірді, Қазақстанды, Орта Азияны, Орта Төменгі Еділді, Каспий жағалауларын сонау ерте замандардан ақ мекендеген түркі руларының әр кездегі ру, ұлыстық, түрлі бірлестік аттар еді. Заманымыздың 5-ші ғасырынан бастап бұл өңірлерге әлгі аталған бірлестік мемлекеттердің негізінде түркі халқы қоғамдасып, соның негізінде түркі қағанаты орнады. Сол түрік қағанаты өз кезінде солтүстік шығыс Қытай, Монғолия, Алтай, шығыс Түркістан, батыс Түркістан, Орта Азия, Қазақстан және солтүстік Қапқаз аумағын иелік еткен. Олар қандай елдермен соғысты? Отырықшы аудандардың байлығын иеленуге ұмтылу түріктердің батыстағы Орта Азиядағы саясатының негізі болды. Олар ифтелиттердің батыс тармағына міне осы арада кездесті. Ал ифтелиттердің иеліктері Каспий теңізін солтүстік Үндістанға және шығыс Түркістанға дейінгі жерді алып жатқан еді. Өзінің армиясының орасан зорда икемді құрамына қарамастан, мұндай күшті жалғыз жеңіп алуға түріктердің шамасы келмейтін. Олар үшін соғыс Сасанилік Иранмен әскери одақ жасасқаннан кейін ғана табысты бола бастады. Ифтелиттерге вассалдық тәуелділіктерге болған Иран оларға ұзақ уақыт бойы жыл сайын күміспен салық төлеп тұрды. Мұны осы мақсат үшін арнайы соғылған Пехлеви жазуымен қоса ифтелит жазуы бар теңгелер көрсетеді. Сондықтан түріктердің ифтелиттерге қысым жасауы Иранның Сасанилік билеушілеріне қолайлы болды. Мұның өзі түрік қағаны Селжибулға 563-567 жылдары ифтелит патшалығын талқандауға мүмкіндік берді. Түрік ифтелит соғысы біткен бойда шығыс пен батыстың арасында керуен жолдары бойында жатқан жерлерді бөлуге келгенде одақтастар арасында араздық басталды. Бұл жерлерді иелену жол асуларын кеңінен пайдалануға, жібек, тәтті тағамдар, сәндік заттар, тағы да басқа саудасын бақылауға, шығыс пен батыс арасында тауар айырбасына белсене қатысуға мүмкіндік беретін. Түріктердің мәдениеті. Түркі мәдениеті ежелгі заманнан өмір сүріп келе жатқан түркі тайпалары негізінде қалыптасқан мәдениеттің жалпы атауы. Түркілердің алғашқы атақонысы шығыс Тянь-Шань өңірі болған. Халықтардың ұлы қоныс аударуының нәтижесінде қазіргі Қазақстан, Орта және Ортаңғы Азия, шығыс Еуропа территорияларына кең таралып орналасқан түркілер қазіргі түркі тілдес халықтардың барлықтарының субстраты болып табылады. Теле деген термин тұңғыш рет 542 жыл аталды. Теле түрік деген мағынаны білдіреді. Түрік этнонимі алғашқы кезде белгілі бір ақсүйектерден шыққанын білдіреді. Түркі қағандарының тұсында түркі тілінің өрісі барынша кеңіп, ұлан-ғайыр өлкедегі негізгі тілге айналды. Түркілердің жазуы да болған. Сол көне түркі жазбаларынан түркілердің дүниетанымдық көзқарастары, наным-сенімдері туралы көп мағлұмат алуға болады. Көне түркілер аспан денелерінің қозғалысына қарап, ауа райын, жыл маусымдарын қандай болатынын күні бұрын анықтай алған. Көне түркілер геометрия, математика, ғылымдардан біршама хабардар болған. Оны су жүйелерін салуға, күрделі ғимараттар, қарауыл төбелер тұрғызуға тағы да басқа пайдаланған. Олар металды түрлі минералдарды ерту әдісінен шөптердің емдік қасиеттерін білген. Емдеудің неше түрлі әдістерін де жетік меңгерген. Ежелгі түркілер негізінен қос күшке, көкке және жерге сыйынатын болған. Көк тәңірінің рахымымен елді билеген қағандар аспанда туған және күнмен, аймен безендірілген деп аталған. Ежелгі түркілер үшін көк пен жер судан кейін тұрған құдіретті күш әйел. Ошақ басы құдайы Ұмайға табынған. Түркі халқының мәдениетіне шексіз аспан әлеммен қатар аспан шырақтары құтты мекен, от суға да бас игенін білдіретін деректер кездеседі.